балық басына шірейді дейді ғой бізде. Соған кінәлі себепкер, соның барлығына Тоқаев, Қасым-Жомарт Тоқаев деп айтам. Сол үшін Тоқаев, Қасым-Жомарт Тоқаев ол отставка кету керек. Қазақ халқының жалпы өзінің үндеуі ол. Қазақ халқы, мен халықтың жалпы сөзін сөйлеймін әрқашанда. Сол үшін қазақ халқымен біргемін, және қазақ халқының айтуы бойынша сол мынау Тоқаев кету керек. Бізде кетіп әділ сайлау болу керек. Бізде жалпы демократиялық жүйе болу керек бізде. Мына қазір біздікі диктаторлық жүйе. Бізде кәдімгідей репрессия болып жатыр, және бізде жазықсыз адамдар сотталып жатыр. Енді оны білеміз, осы жақында көп қой, Думан Мұхаммед Кәрім ешқандай жазықсыз сотталып кетті. Кінәсі болмаса да өтірік баптар іліп, өтірік айыптар тағып, жалған айыптар тағып соттап жүрді. Оны сотталған әрине Қасым-Жомарт Тоқаев, және Әйгерім Тілеужан, мысалға біздің батыр қызымыз. Қалай ол кішкентай әлсіз, мысалға әйел адам, ол басып алады қаңтарда, мысалға аэропортты, әуежайды. Мүмкін емес зат қой. Мысалға Талас Нұрпейісов бар, мысалы. Көп қой бізде Марат Жыланбаев, мысалы, қазір аштық жариялап жатыр, мысалға. Оның жағдайы өте нашар. Ол да заңсыз нақақ сотталып кетті. Соның бәрін бостандық талап етемін. Бізде мысалы Маңғыстауда, мысалы Жаңаөзенде 2019-да кім бар? Ержан Елшібаев деген жұмыссыздық мәселесін көтеріп жүрді, оны бірақ заңсыз, әділетсіз соттап жүрді. Мынау, сен қарсы шықтың деп. Қаңтар менің ойымша аяқталған жоқ әлі. Қаңтар біткен жоқ. Халық өзінің мүддесіне, өзінің жалпы талаптары бәрі толықтай орындалған жоқ. Мынау қаңтар енді қайталанса, бірақ енді қайталанбайды, бірақ оның жалғасы болады. Халық көбісі енді алданып қалды, қазір енді көзі ашылып жатыр, қазір енді сенбейді. Бірақ басында 2022-де енді кішкене сенгендей болды үміт халық. Мен бірақ сенген жоқпын, мен ондай үмітім үзілді. Бұлай жалпы халық сеніп қалды, болады деп өзгерістер. Бірақ 2,5 жыл болды, ешқандай өзгеріс жоқ. Одан сайын бірақ қалай айтсам болады, құрып жатыр бізде. Барлығы құлдырап жатыр, барлығы. Экономикамыз, біздің инфляция де 25%-дан жоғары. Әлеумет жағдай нашар болып кетті. Долларымыз қазір жағдайда $500, $1 500 теңге болып жатыр. Енді 496 енді. Шамамен $500 болып жатыр да. Ол енді өте масқара жағдай. Себебі біздер бай мемлекетпіз, бай еліміз, барлық ресурстар бар бізде, мұнай, газ, Менделеевтің барлық химиялық элементтері бәрі бар бізде. Бірақ оны қалай айтсам болады, тонап жатыр жемқорлар, биліктегілер ұрлап жатыр, жеп жатыр. Халыққа ештеңе бермейді. Халық бізде мұнақта қайыршы болып кетті. Және қорқып қалды, мысалы, қазақ халқы. Бізде былай құттай кішкене бір халық жиналса бітті. Бізде прокуроры келіп, ішкі саясаттар келіп, жалпы сөз бостандығы жоқ бізде. Бірден айтады, мынау санкционированный емес, рұқсат берілмеген, сондай деп өтірік митинг емес, бірақ халықтың өзі заты ғой, жан айқайда, мұң-мұқтажын айтқысы келеді, бірақ оны айтқызбайды. Құрттай бір жиналса, 10-15 адам жиналса, бітті, бірден митинг деп, оны жалпы айыппұл салып, әлде қамайды адамдарды. Бізде мынау кәдімгі 37-ші жылдар, 38-ші жылдар қайталанып жатыр, болып жатыр әлі. Тоқаев келгелі. Және репрессия машинасы тоқтамай жатыр. Сондықтан да мынау жүйе енді есін жимаса, тәубесіне келмесе, қаңтардың жалғасы болады. Және ол жеңісті, және сауатты, және бейбіт митинг болады.